Қайырлы күн, құрметті онлайн тыңдаушылар. Биыл 2020 жылы айтулы даталарға толы жыл болды. Осыған орай Н Островский атындағы орталық қалалық кітапханасының оқу залында жыл бойына «Өткенімен болашаққа ұмтылу» атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, оқырман назарына ұсынылып отыр. Қазақ хандығы мен қазақ халқының тарихын, сондай-ақ еліміздің өркендеп нығаюына саналы ғұмырын арнаған ұлы тұлғалар Шоқан Уәлиханов пен Міржақып Дулатов сынды қайраткерлердің еңбектеріне арналған көрме 3 бөлімнен тұрады. Көрменің бірінші бөлімі «Тарих ғасырлар куәсі» деген атаумен қазақ хандығының құрылғанына 555 жылдығына арналады. Бұл бөлімдегі топтастырылып қойылған кітаптар мен мерзімді басылымды беттеріне тоқтала кетсек, қазақ хандығы мен қазақ халқының тарихын таныту мақсатында сіздердің назарларыңызға 2017 жылы Алматы Айғаным баспасынан жарық көрген тарихшы ғылым Алмасбек Әбсадықовтың «Қазақ хандығы және тарихи аңыздар» атты зерттеу мақалаларын назарларыңызға ұсынамыз. Осы зерттеу кітабында тарихи оқиғалар мен ел билеген билердің қазақ жерінің біртұтастығын сақтаудағы өлшеусіз қызметінің, батырлардың ерен ерліктерінің тарихи жыр аңыздарда қалай көрініс тапқаны өзек болған. Назарларыңызға ұсынылып отырған келесі кітап Алматы Сардар баспасынан 2015 жылы жарыққа шыққан «Қазақ хандары» атты оқулығы. Бұл кітапта хандық дәуірдің біртұтас кезеңінде таққа отырып ел билеген 17 ханның қалың жұртшылыққа таныстыру мақсатында олардың билік құрған жылдары мен жүргізген саясаты, қазақ тарихында алатын орны туралы баяндалады. Книга Ирины Ерофеевой «Родословные казахских ханов и кожа XVIII-XIX веков», издательство ТО «Принт С», город Алматы, 2003 год, представляет собой первое в науке специальное исследование письменных памятников XVIII-XIX веков, непосредственно посвященных генеалогии разных династий социальной группы Ақсүйек, белой кости, у кочевников-казахов. На основе широкого круга новых документальных источников подробно рассматривается социальная история привилегированных сословий Туре и Кожа. Дается детальный источниковедческий анализ основных видов генеалогических материалов того времени. Книга известного историка профессора Турсуна Султанова «Поднятые на белой кошме ханы казахских степей», издательство ТО «Астана Даму 21», город Астана, 2006 год. Посвящена исследованию политической системы и властных отношений внутри государств, наследников Монгольской империи, рождению новых этнополитических сообществ с новыми элитными группами, новой структурой власти. Книга адресована специалистам-историкам, студентам, всем тем, кто интересуется историей Казахстана. Кітап көрменің екінші бөлімі «Шығыстың жарық жұлдызы» деп аталады. Ғалым, тарихшы, этнограф, ағартушы Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналады. Бұл бөлімде мәдени мұра мемлекеттік бағдарлама аясында жарық көрген кітаптар мен кітапхана қорына келіп түскен жаңа әдебиеттер топтастырылып қойылды. Сонымен қатар қазақ тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін тарихи ғылыми басылымдар мен шежірелер орын алады. 2010 жылы Алматы баспасынан мәдени мұра мемлекеттік бағдарлама аясында жарыққа шыққан көп томдық шығармалар жинағын ұсынып отырмыз. Бұл шығармалар жинақтарында ғалымның өмірі мен қызметі баяндалады және Қашқарияға сапары кезінде жазған қолжазбалары, күнделіктері енген. Қазақ халқының кемеңгер перзенті қалдырған тарихи, мәдени мұраларын жинақтап, топтастырып шығарған ғылымдардың, зерттеулердің іріктелген құнды еңбектерінің бір шоғырын ұсынып отырмыз. Книга Жарылқап Бейсенбайұлы Чоқан Валиханов, издательство «Фолиант», город Астана, 2016 год, рассказывает о жизни великого казахского ученого, этнографа, отважного путешественника, члена Русского географического общества Шохана Валиханова. В книге, созданной на основе богатого фактического материала и дополненной новыми историческими архивными документами, содержатся важные и конкретные выводы, новые взгляды на многие неизвестные до сих пор моменты жизни Шохана Валиханова и особенности его эпохи. Құрметті кітап сүйер қауым, кітап көрменің 3-ші бөлімі «Елім деп соққан ұлы жүрек» деп аталады.
ұлт мақтанышы Міржақып Дулатовтың шығармашылығын таныту мақсатында Алаш мұрасы сериясынан 2013 жылы Алматы мектеп баспасынан жарыққа шыққан көп томдық шығармалар жинағын ұсынамыз. Бұл шығармалар жинақтарында Алаштың асыл азаматтарының өмірі мен қызметі баяндалады. Және 1907-1917 жылдар аралығында сол кездің мерзімді баспасөзінде жарияланған еңбектері енгізілген.